Сәлем достар, термомикс пен кофе капучино дайындаймыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. 500 мл сүт, 30-50 грамм қант, 50 грамм шоколад, 2 ас қасық кофе, 50 мл қаймақ, яғни сливки. 12 минут 90 градус екінші жылдамдыққа қоямыз. 12 минут уақыт өткеннен кейін 40 секунд 7-ші жылдамдыққа қоямыз. Бұл кофенің бетіне көбік шығару үшін. Иісі бұрқыраған капучино кофеміз дайын болды. Таңғы асқа осы кофені әзірлесеңіз, сізге күн ұзағына сергектік сыйлайды. Ас болсын.